Сонымен саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгін міне 10 май 2019 және бізде кезекті түсірілім. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай, мереке құтты болсын. Бүгінгі тақырыбымыз біздің өте өзекті мәселеге арналған өмірдің мәні. Сонда қазіргі замандағы адам үшін өзіне жауап тапқанымен Ерлес ағайдың бір жақсы қызықты пікірі бар екен. Сонымен Ерлес ағай, өмірдің мәні не деп жауап берер едіңіз? Енді бұл жерге екі түрлі көзқарасты айтайық, бір-біріне қарама қайшы келетін. Екі адам әңгімелесіп отыр деп көз алдымызға елестетейік. Екі пікірдегі адам. Біреуі биолог эволюционист, біреуі креационист. Енді әңгімені эволюционист бастайды. Бір маймыл клавиатурада отыр деп есептейік. Алдында 42 қазақтың әрпі бар. Және уақыт шексіз берілген деп есептейік. Ол секундына бір әріпті басады да текст теріп жатыр, кездейсоқ теріп жатыр. Ол маймыл сөзді түсінбейді. Тек қана маймыл ол клавишаны басуды ғана біледі. Енді уақытты шексіз деп есептесек, жаңағыдан кезілген бір шексіз теріп жатқан текстінің бір бөлігін алатын болсақ, ол жаңағы сөздер бар, сөйлем бар, бәрінің жаңағы ешқандай мәні жоқ сөздер кете береді. Жай әріптердің жиынтығы. Сен бір кезде жаңағы бір Мұқағали Мақатаевтың бір шумақ өлеңі шығуы мүмкін ғой, жаңағы жерден. Оның ықтималдығы бар. Уақытты шексіз деп есептейтін болсақ. Уақыт шексіз берілген. Ол миллиард жыл өтуі мүмкін, немесе миллиардтың миллиард дәрежесі жыл өтуі мүмкін, ондай ықтималдық бар. Өте аз болса да ондай ықтималдық бар. Сонда енді қарайық, маймылдың өзімен қарағанда, маймыл жаңағы үрдіске қарағанда, жаңағы Мұқағали Мақатаевтың өлеңінің, бір өлең жолының бір шумағының жаңағы маймылдың теріп жатқан текстінде пайда болудың мағынасы бар ма? Жоқ. Мағынасы жоқ. Тура сол сияқты өмірдің де мағынасы жоқ. Өйткені жаңағы маймыл, жалпы маймыл, ол үлкен бір энергия, бір енді бейнелі түрде жарылыс деп есептейді. Жаңағы әріптер, әртүрлі химиялық элементтер, олардың реакциялары, олардың диффузиялары, ал әріптерден жиналған кездейсоқ пайда болып жатқан сөздер, олар планеталар, сөйлемдер, жаңа пайда болған сөйлемдердің жиынтығы бір күн жүйесі сияқты планетарлық жүйелер деп есептесек, жаңа Мұқағали Мақатаевтың өлеңінің текст шыққан бөлігі ол жердегі тіршілік. Бірақ мысалы жаңағы жердегі тіршіліктің бәрі белгілі бір заңдылыққа бағынбай ма? Жаңағы мысалда заңдылық жоқ. Енді бұл эволюционист сөйтіп айтып жатыр. Биолог эволюция. Оны тыңдап отырған креационист, креационист дегеніміз белгілі бір жаратушы бар деген, енді бір діндар адам дейік. Жалпы жағдайда мен белгілі бір дін тұрғысынан айтып жатқан жоқ, жалпы креационизм тұрғысынан. Оған қарсы пікір айтып жатыр. Жарайды, жаңағы сенің жаңағы айтқан өстіп кездейсоқ өлең шумағын пайда болған сияқты, сол тіршілік сол сияқты кездейсоқ пайда болды дейік. Мысалы, айдал дейді. Айда кездейсоқ процестер болып жатыр. Сол болып жатқан процестердің әсерінен кездейсоқ бір автомобильдің пайда болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Ал адамдай автомобиль пайда боламайды. Ал адам одан әлдеқайда бірнеше есе күрделі механизм ғой. Адам мен автомобильді салыстырмайсың ғой. Ал сонда автомобиль пайда боламайды, адам қалай кездейсоқ пайда болады? Бір жаратушы болмаса. Енді эволюционисттің жауабы. Бүйтіп кездейсоқ автомобиль тұрмақ, кездейсоқ стаканда пайда боламайды. Кездейсоқ бір қасық пайда боламайды. Жаратушы. Ал жаңағы қасық, стакан, автомобильден жаңағы адам тұрмақ, құрт құмырсқаның өзі миллиондаған есе күрделі механизм. Ал енді қараңыз, жаңағы тіршілік эволюция тұрғысынан жоспарсыз пайда болды. Адам ол кемелденген, тіршілік кемелденген бір жоспардың бір нәтижесі емес. Ал жаңағы Мұқағали Мақатаевтың өлеңі пайда болды дейік, жаңа образын айтқан кезде. Ол өлең енді сол тіршілік, ол сөз тіркестерінде өзінде мағына бар, олар басқа бір сөздерді жасай бастайды. Өздерінің жоспарымен. Ол маймылдың
теруінде ол сөздер болмайды. Ол әртүрлі шрифттарды енгізеді, үлкейтеді, кішірейтеді. Ол өзінің жоспарымен жасайды. Ал жаңағы автомобиль, стакан, қасық бәрі ол адам өзінің жоспарымен, соған өте ыңғайлы, іс жерінде артық нәрсесі жоқ, кетігі жоқ, солай қылып жасайды. Ал бүкіл табиғат тұрғысынан қарасаң, ол адам ол дәл автомобиль сияқты кемелденген нәрсе емес, салыстырмалы түрде. Оның жаңағы организмнің өзінде қаншама артық нәрселер бар. Яғни эволюционисттің көзімен, эволюционист айтқанда, мына сен бір затты көру үшін көз пайда болған жоқ. Көз пайда болғандықтан сол затты көрдің. Сен мынаны ұстау үшін 5 саусақ пайда болған жоқ. Өстіп 5 саусақ пайда болғаннан кейін сен осылай ұстап, соған байланысты даму болды. Эволюционист ойлаймын. Эволюционист өстіп айтып жатыр. Ол жоспарсыз пайда болды. Соған сәйкес қоршаған ортаға лайықталды. Ал ары қарай сана пайда болғаннан кейін ол өзінің жоспарымен басқа жаңа автомобиль, стакан, қасық, пышақ деген сияқты заттарды оның жоспарымен жасады. Ал ол жоспарлы жаса, ол пышақтың бір құмдалада кездейсоқ пайда болудың ықтималдығы ол жаңағы тіршіліктің пайда болу ықтималдығынан әлдеқайда аз. Әрине бұған енді креационист айтады бұл жерде жаңағы. Бұған жаңағы дәлел бар ма деп, дәлел айтуға болады. Егер өмірдің мағынасы жоқ болса, онда бәріміз олай деп есептейтін болсақ, онда адамдардың бәрі жаңағы ар ұят, жаңағы адамгершілік, бір-біріне жақсылық жасаудың бәрі онда қайда қалады? Оның бәрі жойылып кетпей ма? Жаңағы соның бәрін ұстап тұрған осы жаңағы бір жаратушының барлығына, одан оның алдындағы жаңағы жауапкершіліктен қорқуда емес па деп. Енді оны эволюционист жауап береді. Жаңағы негізі соңғы кездегі генетик биологтардың соңғы зерттеу нәтижелері бойынша адамның жаңағы альтруизм дейді ғой, басқа біреуге жақсылық жасауға деген сұранысы, ол сыртқы бір тәрбиеден пайда боламайды. Ол адамның жаңағы ДНК-сында бар нәрсе. О бастан жаратылған. Ол барлық жануарларда бар. Оны ең алғаш жаңағы приматтарды зерттей бастаған Роберт Сапольский ең алғаш приматтардан оны байқай бастаған. Кейін жаңағы гендік инженерия дами бастаған кезде генетиканың дамуының нәтижесінде соған қатысты гендерді таба бастады. Ол мысалы бұған дейін психологтар есептеді, адам қатыгез болып туады. Өйткені көп балаларды бақылаған кезде балалардың өте қатыгез екендігі байқалған 5 жасқа дейін. Содан тәрбиемен келе бала жаңағы қатыгездіктен арыла бастайды дейді. Мысалы сенің мұртың баланың сақал мұрт шығуына байланысты ген бар. Ол бала туа сап іске қосылмайды ғой, белгілі бір 15, 16, білмеймін 18 жасқа келген кезде ма іске қосылады. Сол сияқты жаңағы альтруизмге жауап беретін геннің түрі 4-5 жасқа келген кезде іске қосыла бастайды екен. Ол адамның жаңағы діни немесе жаңағы басқалай тәрбиесіне тікелей байланысты емес, бірақ тәрбие әсер етеді. Сондықтан ол жаңағы бұл тұрғыдан ол жаңағы егер адам осы көзқарасқа сеніп атеист болып кетсе, ол бәрі жаңағы адамгершіліктен, бір-біріне жақсылық жасаудың бәрі жоқ болып кетеді деген сөз емес деп, мысалы эволюционист жауап береді. Енді осы бұл жерде өмірдің мағынасына қатысты қысқаша айтар болсақ. Рахмет. Бұл пікірді тыңдаған көрермен, соңына дейін видеоны көрген адамдар сіздерге рахмет. Өздеріңіз үшін бір ой толғайтын мәлімет алдыңыздар деген сеніммен сіздерге сау болып айтамыз. Келесі видеоларда жүздескенше жақсы күндерде жолығайық. Сау саламат болыңыздар.